Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа арнайы пакетте дайын болатын, пеште пісірілетін тауық еттерін дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Алдын ала туралған тауық етімізді жақсылап маринаттап алатын боламыз. Ол үшін туралған сарымсағымызды саламыз және оның үстіне 2 ас қасық майонезімізді және томат соусымызды саламыз. Томат соусын өзіміз қолдан жасасақ болады. 2 ас қасық томатқа суды араластырып, осындай сұйықтық масса жасап аламыз. Және оның үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа маринатқа қойып қоятын боламыз. Етімізді жарты сағатқа маринатқа қойып қоямыз. Енді қалған қоспаларын дайындайтын боламыз. Алдын ала жуып тазаланған картошка, пияз, сәбізімізді кез келген үлгіде осылай турап аламыз. Және бұның үстіне қалауларыңыз бойынша болгар бұрышын асқабақ қоссаңыздар да болады. Сонымен бірге арнайы дүкендерде кез келген базарларда сатылатын осындай тауық етіне арналған пакетімізді аламыз. Бұл пакеттің ішінде арнайы өзінің тауыққа арналған дәмдеуіштері болады. Осы дәмдеуішімізді жаңағы етімізге және картошка мен пияздарымызға да салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын болған қоспаларымызды пакетімізге жайғастыратын боламыз. Пакеттің астыңғы бөлігіне сары майымызды салып, және осы маринаттаған етімізді, картошкаларымызды араластырып, толығымен барлығын салып алатын боламыз. Міне осылай барлығын пакетімізге салып болғаннан кейін, арнайы осындай пакеттің аузын жабатын осындай пластмасты жібі болады. Ол осы пакеттің ішінен шығады. Осыменен жақсылап аузын нығыздап, жақсылап бекітіп қоятын боламыз. Жақсылап бекітіп болғаннан кейін, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің пеште піскен тауық етіміз дайын болды. Қазір сіздермен бірге ашып дәмін көретін боламыз. Өте керемет болып пісіп шығады, әрі өте жылдам дайын болады. Кешкі асқа немесе түскі асқа осылай жасап көріңіздер. Міне пакетте піскендіктен барлық суы өзінің бойында қалып, өте сулы әрі дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған дәмді асхана каналы баршаңызға ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді асхана каналы.